Қарағандылық ерекше отбасылық жұп, екеуі де аяқсыз болғандарына қарамастан, көкөніс, жеміс өсіріп күн көруде. Көкөнісін тұздап, жемісін тосап етіп, базарлардың бірінде сатып, жалақысын табатын. Алайда сертификатсыз консервілік өнімді сатуға тыйым салынған. Талапқа қаншалықты сай екенін тексеруден бас тартқан. Бау-бақша өсіріп, жан баққандардың жағдайы не болмақ? Тілші түсіндірсін. Елена мен Игорь мүгедектер үйінде танысқан. Екеуі де қайғылы оқиғаға ұшырап аяқсыз қалған. Ақыры отау құрып, ауылдан тозығы жеткен үй алған. Кейін ол үйді қалпына келтіріп, бау-бақшамен айналыса бастаған. Лена жаз бойы еңбек етіп, қысқа түрлі тұздық тосап жасап, соны сатып күн көрген. Мұнша еңбекті аяқсыз жандар жасады дегенге сенбейсің. Бірақ бастаған ісін аяқсыз қалдырмас отбасы өз тауарларымен ауылға танылған. Алайда нарық басшылығы үй консервілерін сатуға тыйым салып, тауардың сертификатын сұраған. Бірақ бір мемлекеттік орган мұндай құжат бермейді. Біздің өнімді тексергілері келсе тексерсін. Қарсы емеспін, бірақ оны кім жасайды? Барлық жер тексеруден бас тартып жатыр. Енді тауарларымызды нарыққа қалай шығарарымызды білмеймін. Көмір алу керек. Қазір зейнетақыға күн көріп жатырмыз. Ол қайда жетеді? Ол күн-түн демей еңбек етеді. Таңғы 5-6 демей талмай жұмыс жасайды. Біз өз өмірімізді сүргіміз келеді. Мынаның барлығын енді не істейміз, қайда жібереміз? Аудандық санэпидбақылау басқармасында түсіндірілгендей, бір жылдан астам уақыт бұрын денсаулық сақтау министрлігінің үйде дайындалған кез келген консервілерді жеміс көкөніс, ет, балық, санаруғлақтарды кез келген түрде сатуға тыйым салғатын бұйрығы шыққан. Себебі улану қаупі жоғары. Мен өнімді өңдеусіз сатуға кеңес беремін. Жаңа піскен көкөністер мен жемістерді сатуға тыйым салынбайды. Бірақ олар оны өңдеп сатқысы келсе, онда олар алдымен жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі керек. Бұл ғана емес, көкөністерді немесе жемістерді өңдеуге арналған цехпен жабдық болуы керек. Содан кейін осы цехтың сәйкестігі туралы санэпид қорытындысын алу керек. Содан кейін өнімді декларациялау қажет. Бүгінгі таңда Қарағандыда мұндай қайта өңдеу цехы жоқ. Дегенмен тілек білдірушілер болған дейді санэпидемиологтар. Более 40%. 40%-дан астамы ішкі нарықтағы өнім бағасына бағбандар әсер етеді. Бір қызығы біздің Қарағандыда бір кездері өте үлкен жазғы бау-бақшалар болған. Өкінішке орай, олар азайып жатыр. Бұл тіпті сауда емес, оны тіпті сауда деп атауға болмайды. Бұл сіздің отбасылық бюджетіңізді қолдау. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар. Негізінен егде жастағы адамдар және халықтың әлеуметтік осал топтары. Оларды қолдау керек, оларға көмектесу керек. Емельяновтар отбасында ешқандай мүмкіндік қалмады. Заңсыз сатуға тағы болмайды, сатпаса тағы болмайды. Енді басқаша күн көруге тура келеді. Бүгінде барлық бағбандардың мәселесі осы. Шандос Бақытұлы, Ирина Ненашева, Равиль Валеев, 5-ші арна.